Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі біздің денсаулық тақырыбындағы видеомыз суық суға шомылудың пайдасы немесе зияны туралы болмақ. Таңертең ерте тұрып жуыну көптің әдетіне айналды. Ұйқыдан оянған ағзаның тез қалыпқа келуіне, сергуіне көмектеседі деген ойдамыз. Ал кейбірі суық суға шомылуды жөн көреді. Суық суға шомылған адам ауырмайды, сырқамайды деген ел арасында сенім кең тараған. Соған сеніп қыста суық суға шомылуды әдет қылғандар да бар. Бірақ суық суға шомылу шынымен де ағзаға пайдалы ма? Әлде салқын суға түсемін деп суықтап қалуымыз мүмкін бе? Осы сауалға бірге жауап іздеп көрейік достар. Суық суға шомылдыру туралы алғашқы медициналық деректер 19 ғасырда жазылған еңбектерде кездеседі. Адамзат бұл әдетті ерте бастағанда болуы мүмкін, бірақ бізге жеткен дерек осы. Аталмыш еңбектерде суық судың адамға пайдасы, медициналық ем-шара ретінде қолданылуы жайлы ештеңе айтылмаған. Тек түрмеде не шипажайда жатқан адамдарды шомылдырған айтылады. Әсіресе түрмеде жатқандарды қорқыту мен мәжбүрлеу үшін суық суды пайдаланған. Соған қарағанда, ол кезеңнің дәрігерлері суық суды пайдалы процедура, психологиялық және физикалық денсаулықты жақсартушы ем ретінде қабылдамаған. Қазіргі таңда суық суға түсудің пайдалы не зиянды екенін анықтаған кешенді медициналық зерттеулер жоқ. Бірақ біршама салыстырмалы зерттеулер баршылық. Мысалы, 2015 жылы Нидерланд ғалымдары суық душқа жуынуды әдетке айналдырғандар мен ыстық душты жөн көретіндердің денсаулығын салыстырып көрген. Сонда суық суға түскіштер де денсаулығына байланысты еңбек демалысын алу фактісі өзгелерге қарағанда аз болған. Зерттеушілер 3000 адамды тәжірибеге алып, оларды 4 топқа бөлген. Бірінші топ күніне 30 секунд суық суға түссе, екіншісі 60 секунд, ал үшіншісі 90 секунд суық суға түскен. Төртінші топ ыстық душқа түскен екен. Тәжірибе 1 айға жалғасқан. Ғалымдар қатысушылардың денсаулығын 3 ай бойы бақылаған. Бұл аралықта суық суға түскендердің денсаулық жағдайына байланысты еңбек демалысын алу фактісі 29% азайған. Алайда зерттеушілер бұған нақты ненің әсер еткенін, жалпы суық суға түсудің өзі ме, әлде оның ұзақтығы ма осы жағын анықтай алмады. Суық суға шомылудың аурушаңдықты неге азайтатыны әлі белгісіз. Кейбір зерттеушілер адамның иммунды жүйесін жақсартуға әсер етеді, тиімділігі содан болуы мүмкін деген алға тартады. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Келесі кездескенше сіздермен болған Оңай каналы.